Сәлем достар, Наскукингтің каналына қош келдіңіздер. Достар, бүгін менде өте қызықты видео болады. Достар, сіздерден кешірім сұраймын, себебі мен өзімнің туған күнім жайлы влогты түсірмедім. Кеше түсірген жоқпын, себебі мен түсіруді ұмытып кеттім деп те айтуға болады. Және де достар, мен қазір сіздерге распаковка подарками, яғни маған кішігірім подаркалар берді. Сол подаркаларды қазір көрсететін боламыз сіздерге. Бірақ ата-анамның берген сыйлықтар вообще маған күшті болды. Мен өте қатты қуандым. Еще мен прям қалап жүрген затым вообще неожиданно болды. Ал ендеше видеомызды бастаймыз. Сіздерге қазір ата-анамның берген шариктарын көрсетейін. Короче, осындай шариктар, ал біреуінде, мен ата-анамның тұңғыш қызымын ғой. Алғаш рет папамды әкешім, анашым деп айтқан қыздарымын. Бізде тек үйде екі баламыз. Інім және де мен және де інім. Вот осындай, с днем рождения принцесса депті. И осындай принцессаның коронасы. Осындай күшті шариктер. Прям өте әдемі, маған өте қатты ұнады. Және де папа, мамам бұны менің влогтарыма, сондайларыма түсіруге концейлар болып берді. Оны мен сіздерге көрсете алмаймын, себебі қазір мен солмен түсіріп жатырмын. Штатив, яғни осындай, білетін шығарсыздар, иә. Осындайды. Және де менің астындағысын осындайға салды, конечно. Коробкаға. Маған өте қатты ұнады. Бұл подарок прям күшті болды. Мен осымен түсіріп жатырмын. Мен всегда осы видеоларымның барлығын осындаймен түсіретін боламын. Өте күшті болды. Көп рахмет. Осы подарок маған неожиданно болды. Прям қатты қуанды мен осыны алған кезде, себебі мен вообще бұны қалап жүрген, бірақ мен алмағанмын. Және де ата-анамның екінші сыйлығы, ол бізде наушник. Бұл AirPods емес, AirPods Max емес, Хоко деген фермадан. Бірақ өте күшті, прям AirPods'тар просто жоқ болды. Бұны ата-анам менен түстерін барлығын өздері сұрады. Неге? Себебі мен өзім таңдадым. Осындай айттым, что маған осындай керек екенін. Бірақ именно мен туған күнімде емес, одан бұрын алып берген маған. 28 күні құрбан айтты алып берген маған. Ну, типа это подарка құрбан айтқа, құрбан айтқа типа подаркасы. AirPods Max'ы жоқ болған. Енді сол үшін Хоконы алдық. Прям өте күшті. Бірақ сіздерге қазір бүйтіп тағып көрсеткім келіп тұр, бірақ ол заняты болып тұр, просто тыңдап жатыр біреу. Сол үшін қазір прям заняты. Вот, достар, осы подарок, және де маған көбісі ақшалай берді. Енді оларды көрсетпейтін шығармын сіздерге. Ата-анамның сыйлықтарын көрсеттім. Сіздерге ұнады ма, ұнамады ма, комментке жазып кетіңіздер. Бірақ сіздердің сөздеріңіз тут при чем-то маған өзіме ұнаса болды. Сіздерге бәрібір емес па да, сіздерге беріп жатқан жоқ. Сол үшін маған ұнады әйтеуір. Достар, видеомыз аяқталды. Сау болыңыздар. Баршаңызға көп рахмет. Мен видеомды соңына дейін қарап, бағалап, еңбегімді ақтап кеткендеріңіз үшін лайк басып, подписка айтуды ұмытпаңыздар. Всем пока-пока.